Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Менің жеке парақшама сұрақ келіп түскен екен. Дегенмен де қазір көріп өтейік. Ақтау қаласындағы білім алушы екен. Ұстаз, ассалаумағалейкум, сұрағым бар еді дейді. Кәмелетке толмағандар жайлы заң бойынша талас-тартыстар болып жатыр. Жауап бершиш дейді. Яғни Ақтау тілінде, батыс тілінде сөйлеген екен, жауап бершиш деп. Дегенмен де алейкум сәлем, сұрағыңызға заң бойынша жауап беретін болсам, міндетті түрде бұл кәмелетке толмағандыққа байланысты сұрақтар болғаннан кейін Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі бойынша жауап берейін. Қазіргі таңда қылмыстық кодексі бұл бірнеше заңнамалардың, мынау Play Market ата заң деген заңнамалар тартып алған дұрыс. Мынау қазір орыс тіліне түсіп қалған екен, қазақ тіліне ауыстырып алайық. Міне, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі қазақша осының 1006 бөлімінде келетін болсақ, Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің осы 80-ші бабына байланысты, егер назарларыңызды аударсаңыздар, осының 80-ші бабында былай жазылған: осы бөлімнің күші қолданылатын кәмелетке толмағандар деп қылмыстық құқық бұзушылық жасаған уақытқа қарай жасы 14-ке толған, бірақ 18-ге толмаған адамдар танылады деп айтылған. Дегенмен де сіздің жауабыңыз бойынша кәмелетке толмағандар дегеніміз бұл жасы 14-ке міндетті түрде толған болу керек, және де 18-ге толмаған адамдар бұл кәмелетке толмағандар деп есептелінеді. Дегенмен де енді әртүрлі заңгерлер бар. Дегенмен де 18-ге толмағандар деп жауап беруі мүмкін, біреулер 14-тен асқандар деуі мүмкін, әртүрлі вариант бар. Дегенмен де заң бойынша жауап беретін болсақ, қылмыстық кодекстің 80-ші бабы дейді. Енді мен сізге ара-жігін түсіндіріп өтейін, құрметті тыңдармандар. Мысалы үшін 18-ге дейін толмағандар деп айтатын болсақ, ол жерде заң бойынша жауап берсек, мынандай: 2002 жылғы 8 тамыздағы нөмірі 345-ші заң, бұл Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы заңнамада былай жазылған: егер сіздер 18-ге толмаған деп жауап беретін болсаңыздар, соның екінші тармақшасында былай жазылған: бала 18-ге жасқа толмаған адам деп жауап берген. Енді бұлай айтатын болсақ, бұның термині кәмелетке толмаған емес, бала деген терминге келіп шығады. Сондықтан да байқасаңыздар болады, бірнеше мемлекеттік тесттерден өту барысында осы сұрақтарды осылай қателеседі. Енді мен сізге ара-жігін түсіндіріп өтейін, құрметті білім алушылар. Бірінші, туғаннан 1 жасқа дейінгі бұл бөбек деп аталынады. 1 мен 3 жас аралығындағы бұл сәбилік кезең, 3 пен 7 жас аралығындағы мектеп жасындағы кезең деп аталады. Ал мектеп жасының өзі 3-ке бөлінеді. Бұл 7 мен 9-дың арасындағы төменгі сынып оқушылары, бұл балдырғандар. 10 мен 14 жас аралығындағы бұл жасөспірімдер. Ал 15 пен 18 аралығы бұл бозбалалар деп аталынады. Ары қарай жалғастыратын болсақ, бұл жастық шақ 18 пен 21 жас, кемелдену деген 22-ден 60 жастың арасы, егделік деген 61 мен 74 жас аралығы, кәрілік 75-90 жас аралығы деп бөлінеді. Енді бұл сізге ара-жігін ажыратып бердім. Құрметті білім алушылар, енді назарларыңызды былай аударсаңыздар болады. Мен сізге заң бойынша жауап берейін. Басқа да электронды библиотека бойынша заң ғылымдарының докторы профессор Ағыбаев мырзаның кітаптарына назарларыңызды аударсаңыздар. Дегенмен де біздегі 14 жасқа байланысты Ресей және де Австрия, Германия елдерінде біздікілермен бірдей. Дегенмен де осы жерде жақсылап байқайтын болсаңыздар, кәмелетке толмағандарға байланысты Франция қылмыстық кодексте ол жерде 13 жас, Нидерландия мен Португалияда 12 жас, ал Жаңа Зеландия мен Ирландияда 7 жас деп белгіленген. Ол жерде осы жастарымен ғана толған болса да қылмыс жасаса, қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Ал біздің елімізде міндетті түрде 14-ке толса ғана ол қылмыстық жауапкершілікке тартылады екен. Енді әрі қарай жалғастырайық. Дегенмен де барлық заңнамалар сұрақ келіп түсетін болса, міндетті түрде сіздер, құрметті студенттер, әділет заң бойынша, сол бойынша заңнамаларды жақсылап
тексеріп алсаңыздар болады. Осының қылмыстық кодексінің 15 бабының 2 бөлігі және 1 бөліктеріне байланысты кәмелетке толмағандарға байланысты қылмыстық жас көрсетілген. Міне осының 15 баптың 1 бөлігіне қарайтын болсаңыздар, бұл жерде жазылған қылмыстық құқық бұзушылық жасаған уақытта 16 жасқа толған есі дұрыс жеке тұлға қылмыстық жауапқа тартылады дейді. Енді құрметті тыңдармандар, мына жерге 2 бөлігіне назарларыңызды аударыңыздар. Бұл жерде жазылған қылмысты жасаған уақытта 14 жасқа толған адамдардың қылмысқа тартылатыны жазылған. Яғни ол жерге аса ауыр қылмыстар жатады. Адам өлтірген 99 бап, ауыр зиян келтіру 106 бап, зорлау, және де президентке опасыздық жасау, диверсия бар. Бұл жерде ұрлықтың 3-4 тармақшалары, тонау деген сияқты, қорқытып алушылық, яғни терроризм, экстремизм баптарына байланысты 14 жастарына қылмыстық жауапкершілік болады екен. Және де қосымша білім ретінде қабыл алыңыздар. 14 жастан басталатын қылмыстар, бұл қылмыстық кодексте 467 бап болатын болса, бар жоғы 30 бап қана 14 жасқа тиесілі екен. Енді құрметті білім алушылар, дегенмен де сіздердің көптеген білім алып осы заңнамаларға қарап отыруларыңызды сұранамыз. Ары қарай елбасына байланысты өздерді ақтарсам көкіректен шыншыл жырды, қазағым татулықпен тілсіндірді. Дағдарыстың дауылы біз түгілі талай алып елдерді күрсіндірді. Елбасы көшті бастап келе жатыр, күні бұрын бағдарлап тылсым күнді. Алталашқа керегі ел бірлігі, бейбіт күн көгімізде күлсін нұрлы. Сондықтан өзіңізге тапсырмақшы, қалың ел екі тізгін бір шылбырды. Мына жол бабалардан жалғасқан із, жатпайды қын түбінде алмас нағыз. Қашанда жаныңызға тірек болған, қолдаңыз, ұлтыңызды қорғаштаңыз. Қаншама асулардан адастырмай, аман сау алып өткен марғасқанбыз. Тағдырын жұртым сізге тапсырып тұр, тәуекел тағы да бір жол бастаңыз. Ай берекелді деп ары қарай жалғастырамыз. Яғни елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың айтқан сөзі бар: болашақ жастардың қолында, ал жастардың тағдыры ұстаздардың қолында деген. Дегенмен де осы сілтеме бойынша дайындалыңыздар. Сіздің сұрағыңыздың нақты жауабы Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 80 бабы бойынша 14-ке толған және де 14-ке толмаған азамат және нәзік жанды азаматшалар бұл кәмелетке толмағандар деп есептелінеді. Сау саламатта болыңыз.